Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан десерттердің бірі милка десертін дайындайтын боламыз. Екінші аты трайфл деп айтылады, өте оңай және жылдам жасалады. Тіпті қолынан торт жасау келмейтін әйелдердің өзі дәл осы десертті жасаса өте керемет болып шығады. Мереке күндері дастарханға тартуға қойылатын ең керемет десерттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен кеңдеу бір ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Барлығының өлшем-бірліктерін видео астындағы описанияға қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Жұмыртқамыздың үстінен қантымызды салып, миксердің көмегімен аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Қанттың барлығын қосып жібермейміз. 2-ге 3-ге бөліп қоссаңыздар болады. Бірінші миксердің жай жылдамдығымен бастаймыз, кейіннен жоғары жылдамдыққа қарай көтере бастаймыз. Шамамен 4-5 минуттай араластырамыз. Мына видеода көрсетілгендей жұмыртқамыз аппақ болып көтерілу керек. Сосын бөлек ыдысымызға құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне какаоны және жарты ас қасық разрых етелді салып, жақсылап біркелкі етіп, толықтай араластырып аламыз. Қыздар, біздің ұнымызды, какаомызды да міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Себебі олардың арасында түйіршіктер болуы мүмкін. Ол пирогтың арасында пісірген кезде піспей сол күйінде қалып қояды. Енді құрғақ затымызды жұмыртқамыздың үстіне 3 бөлікке бөліп, осылай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай массамызды басып алмай, жаймен араластыратын боламыз. Ұнымызды бірден қосуға болмайды. 3 бөлікке бөліп қосамыз. Егер де сіз оның барлығын қосатын болсаңыз, сіздің жұмыртқаңыз басылып қалуы мүмкін. Егер де сізге какао ұнамайтын болса, дәл осы какаоның өлшеміне ұнды қосып, аппақ етіп жасасаңыз да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Міне көріп отқандарыңыздай мен оның барлығын асықпай лопатканың көмегімен араластырып алдым. Біздің массамыз осындай қалыпта болуы керек, ол өз формасын ұстайды. Енді біз сұйық массамызды кез келген форманың ыдысына құйып аламыз. Астына пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Қыздар, осы кезде айта кетейін, кез келген бисквитті пісірген кезде біздің формамыздың жанына көбісі май жағады, сұйық май жағады. Онда ешқандай да май жақпаймыз. Себебі ол біздің пирогымыздың көтерілмей қалуына әсерін тигізеді. Осылай формамызға құйып, лопатканың көмегімен бір тегістеп аламыз. Енді бисквитімізді алдын ала қызып тұрған духовкаға 160-170 градусқа шамамен 20-30 минутқа қоямыз. Ол өзіңіздің духовкаңызға байланысты, әр духовка әртүрлі болады. Ең бастысы біздің пешіміз қызып тұрған болуы керек. Бисквиттің піскен-піспегенін осылай шпажканың көмегімен тексереміз. Біздің шпажкамыз құрғақ болуы керек. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Құрғақ, таза, ешқандай суы жоқ ыдысымызға салқын сливкиімізді құямыз. Біздің сливкиіміз міндетті түрде 33-35% болуы керек және өте салқын болуы керек. Алдымен сливкидің өзін кішкене араластырып аламыз. Сосын барып қана сахарный пудрамызды қосып, жақсылап қоюланғанша араластырып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша творожный сыр қоссаңыздар да болады. Мен қосқан жоқпын. Сонда да дәмі өте керемет болып шықты. Және қыздар, сливкиді қолданған кезде сапалы түрін қолдануға тырысыңыздар. Сол кезде біздің десертіміз дәмі өте керемет және дәмді болып шығады. Қарап отырғандарыңыздар, мен уже миксерді араластырып жатырмын және байқасаңыздар, біздің миксеріміздің ізі кремде уже анық байқалып тұр. Бұл дегені біздің креміміз уже дайын болды деген сөз. Оны көп араластыруға болмайды. Егер де көп араластырсаңыздар, сіздерде сливкидің майы шығып, суы бөлініп кетуі мүмкін. Міне біздің десертке креміміз дайын болды. Осылай өз формасын ұстайтын өте керемет крем пайда болады. Оны осындай арнайы мешоктарға салып қолдансаңыздар да болады. Немесе ондай болмаса, жай ғана осылай лопатканың көмегімен де қолдана бересіздер. Бұл қатты маңызды емес. Егер де осындай мешок қолдансаңыздар, ол сіздерге өте ыңғайлы болады. Біздің тестамыз әбден суыды. Суғаннан кейін ғана осылай жағынан пышақтың көмегімен ажыратып, формасынан шешіп алатын боламыз.
негізі бұл десертті өзінің қалыптары болады. Кез келген торт сататын магазиндерден алсаңыздар болады. Мен жай ғана үйге жасағандықтан осындай ыдысқа, тереңдеу бір ыдысқа жасадым. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді біз тестамызды алып, осылай формамызға қолымыздың көмегімен үгітіп, майдалап салып шығамыз. Мен ыдысыма орналастырып шықтым. Енді бетіне құятын ганашымызды дайындаймыз. Алдымен сливкімізді бір ыдысқа салып ысытып аламыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ, ыстық болса жеткілікті. Енді оның үстінен кез келген шоколадымызды алып, осылайна бөліп салып, лопатканың көмегімен біркелкі етіп араластыратын боламыз. Біздің сливкіміз ыстық болғандықтан шоколадымыз біркелкі болып араласып еритін болады. Міне біздің шоколадымыз еріп, біркелкі масса шықты. Енді осыны бөлме температурасында суытамыз, ыстықтай құймаймыз. Егер ыстықтай құятын болсақ, біздің сливкіміз, яғни кремді массамыз еріп кететін болады. Енді бисквиттің үстіне осылай кремді бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Осылай мешок жасасаңыздар, сіздерге жұмыс істеу оңай болады. Осылай істеп көріңіздер. Енді әбден суыған шоколадты массамызды осылай кремнің үстіне барлығын құямыз. Көптеу құйсаңыздар жақсы, сол кезде десерттің беті шоколадный болып, әдемі болып көрінеді. Осылай құйғаннан кейін қасықтың көмегімен бетін тегістеп шығамыз. Біздің десертіміз уже дайын болып қалды. Оның бетін әлі өз қалауларыңыз бойынша. Мен осылай бетіне малина қойдым. Тіпті ештеңе қоймай жесеңізде де өте дәмді болады. Осылай қойып болғаннан кейін холодильникке кішкене жарты сағатқа қойып аламыз. Сол кезде біздің шоколадымыз қатып, дәмі өте керемет болып шығады. Міне достар, осымен біздің Милка десертіміз дайын болды. Өте оңай жасалады және тез жасалады. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.